Сәлем, достар. Бүгін мен Рысбек Мырзашев атындағы номер 76 мектебінің 9 сынып оқушыларымен бірге қамқорлық жобасы аясында челлендж өткізетін боламыз. Қазір мен соған бара жатырмын. Адамдарға жақсы көңіл күй сыйлайтын боламыз. Енді кішкене қобалжу бар, сәттілік тілеп қойыңыздар. Біз бүгін қамқорлық жасау челленджіне бара жатырмыз. Құрметті оқушылар, бүгін біз Рысбек Мырзашев атындағы номер 76 ісіміз біздің тек адамдарға жақсылық жасаумен өту керек. Сосын бүгін біздің бір адамға болса да қуаныш сыйлаймыз деген іштей ниетіміз болу керек. Дайынсыздар ғой? Осылай біз қалаға қарай жол тарттық. Дүкенге қарай бет алып, оқушылармен не сыйлайтынымызды ақылдасып, тәтті аламыз деп шештік. Ал тәттілер қайдасың деп тәтті іздеуге кірісіп кеттік. Оқушыларым ChatGPT-ден жаңа жылы сөздерді зырылдатып жазып тастапты. Жобаны мен бастайын, сіздер қоштайсыздар деп апайға жақсы көңіл күй сыйладық. Мектепте оқушылардың бірге істеп өткізіп жатқан шара. Осы сізге еңбегіңізді бағалап, осы кішігірім сыйлығымыз бар. Күніңіз сәтті өтсін. Әрдайым күліп жүріңіз. Маған бүгінгі челлендж жасалған ең қайырымды іс болғаны ол көшедегі сыпырушы апайға пирожки бергенім, себебі ол апайдың сыйлағаны маған дәл сезілді. Мен бүгіннен бастап жақсылық жасап жарысайық деп ойлаймын. Бүгін қайырымдылық жобасы челленджінде маған ұнаған адамдардың көңіл күйін көтердік. Сол адамдардың көңіл күйін көтергеніміз адам менің де көңіл күйім көтерді. Өте күшті, керемет болды. Мен бұл іс-шарада жақсылық жасап жарысайық деген іс-шарада түсінгенім, яғни бізге жақсылық жасау үшін белгілі бір күн қажет емес, немесе белгілі бір сағат қажет емес. Күнде жүрген кезімізде күнделікті жақсылық жасап жүрген дұрыс екен.